Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз тригонометрия бөлімі бойынша БЖБ-ның екінші нұсқасының тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма берілгені синус пи бөлінген 4 көбейту синус пи бөлінген 12. Бізде пи бөлінген 4 деген 45 градус, ал пи бөлінген 12 деген 15 градус болады. Сонда мына жерге қолданатын формуланы жазып қойдым. Қандай формула пайдаланғанымды? Синус альфа көбейту синус бета. Біз көбейтіндіні қосындыға айналдыруымыз керек. Синус пи бөлінген 4 көбейту синус пи бөлінген 2 тең. Дәл формула бойынша ашып жатырмын. 2-ден 1 косинус, мына жерде бізде альфаның орнында 45, беттаның орнында 15 тұр. Сонда косинус 45 азайту 15 градус, азайту косинус 45 қосу 15 градус. 2-ден 1 косинус 45-тен 15 азайсақ 30 градус, азайту 45-ке 15 қоссақ 60 градус шығады. Косинус 60 градус тең. 2-ден 1 косинустың 30 градустағы мәні түбірасты 3 бөлінген 2, азайту косинустың 60 градустағы мәні 2-ден 1 жазып алдым. Тең 2-ден 1 енді жақшаның ішін орындайтын болсақ, бөлімдері бірдей, демек 2-ден түбірасты 3 азайту 1 болады екен. Енді мына жерде 2 мен 2-ні көбейте саламыз. Мына жерде қате кетіп қалыпты, мына жерде 4. Сонда 4-тен түбірасты 3 азайту 1. Сонда жауабымыз 4-тен түбірасты 3 азайту 1 болады екен. Осымен бірінші есеп аяқталды. Келесі екінші есеп. Екінші есеп берілген синус альфа қосу түбірасты 2 бөлінген 2. Түбірасты 2 бөлінген 2 деген бізде синус 45 градус. Енді мына жерде қандай формула пайдаланғанымды жаздым. Енді берілген синус альфа қосу түбірасты 2 бөлінген 2 тең. Синус альфа мына түбірасты 2 бөлінген 2-ның орнына мен синус 45 градус жаздым. Тең, енді мына формула бойынша жасап жатырмын. 2 синус альфа қосу 45 бөлінген 2 көбейту косинус альфа минус 45 бөлінген 2 тең болады. 2 синус альфа бөлінген 2 қосу 45 бөлінген 2-ні біз пи бөлінген 8 деп жазып алсақ болады. Көбейту косинус дәл осылай альфа бөлінген 2 азайту пи бөлінген 8 болады екен. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші есеп. Берілгені тангенс 22 градус қосу тангенс 23 градус алымында, ал бөлімінде 1 минус тангенс 22 градус тангенс 23 градус. Бұл бізде формуланы береді. Формула бойынша бізде тангенс 22 қосу 23 градус болады. Сонда тең 22-23 қоссақ 45 градус. Яғни тангенс 45 градус шығады екен, ал тангенс 45 градустағы мәні бізде 1-ге тең. Сонда мына есептің жауабы 1 болады екен. Осымен үшінші есебіміз аяқталды. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте тепе-теңдікті дәлелдеуіміз керек. Міне мынау берілгенін жазып алдым бірінші. Ал мына тұрғандар қолданған формула. Бірінші, екінші деп тұрған мен осы есепте қолданған формулаларын. Енді біріншіні берілгенін жазып алдық. Тең. Мен синус 5 альфа қосу синус 3 альфаны бір жақшаға жаздым. Сонда синус 4 альфа қалды. Дәл солай бөлімінде де косинус 5 альфа қосу косинус 3 альфаны бір жақшаға жаздым. Сонда қосу косинус 4 альфа қалды жақшаның сыртында. Тең. Енді мына синусқа синустың формуласын, мына жерде тұрған косинусқа косинустың формуласын пайдаландым. Сонда 2 синус 4 альфа көбейту косинус альфа қосу синус 4 альфа. 2 косинус 4 альфа косинус альфа қосу косинус 4 альфа. Енді қарайтын болсақ, алымында екеуінде де синустың 4 альфа бар, демек оны жақша сыртына шығарсақ болады. Сонда синус 4 альфа жақша сыртында, жақша ішінде 2 косинус альфа плюс 1 қалды.
бөлімінен косинус 4 альфаны жақша сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде 2 косинус альфа плюс 1 қалды. Енді қарайтын болсақ, алымда да бөлімінде де 2 косинус альфа плюс 1 бар екен. Екеуін қысқартып жібердік. Сонда қалғаны синус 4 альфа бөлу косинус 4 альфа. Бұл бізде нені береді? Тангенс 4 альфаны береді. Демек, тангенс 4 альфа тең тангенс 4 альфаға. Біздің тепе теңдігіміз дәлелденді. Осымен төртінші есебіміз аяқталды. Келесі бесінші есеп берілгені косинус пи бөлінген 4 плюс альфа азайту косинус пи бөлінген 4 минус альфа, синус пи бөлінген 4 плюс альфа азайту синус пи бөлінген 4 минус альфа. Біз бұны өрнекті ықшамдаңдар деген, яғни формулаларды қолданып, косинусты жеке-жеке ашатын болсақ, косинус 45 градус көбейту косинус альфа азайту синус 45 синус альфа азайту косинус 45 косинус альфа азайту синус 45 синус альфа. Бөлімінде дәл солай істейміз. Сонда синус 45 косинус альфа қосу косинус 45 синус альфа азайту синус 45 косинус альфа қосу косинус 45 синус альфа болады. Енді бұл жерде алымында косинус 45 градус пен косинус альфа екеуі жойылады, ал бөлімінде синус 45 косинус альфа мен синус 45 косинус альфа екеуі жойылады. Енді қалған ықшамдап қоятын болсақ, минус 2 синус 45 синус альфа, ал бөлімінде 2 косинус 45 синус альфа болады. Енді мына жерде синус альфа мен синус альфа қысқарады, және 2 мен 2 қысқарады, 2 мен 2 де қысқарады, минус қалды, және синус 45 градуста бізде түбірасты 2 бөлінген 2, ал косинус 45 градуста да түбірасты 2 бөлінген 2. Демек екеуі бірдей, бұл екеуі де қысқарады, сонда қалады минус 1. Сонда жауабы, мына есептің жауабы минус 1 болады екен. Осымен 5-ші есеп аяқталды.